Егер өз ойыныңды жасағың келсе, онда ары қарай көр. Сәлем әлем. Бірінші бөлімімізде ойын деген не, түрлері, қанша ақша тапсақ болады, қалай табамыз секілді сұрақтарға жауап табамыз. Ал келесі бөлімдерден бастап, қалай жасаймын, оны ары қарай тиімді дамыту, қателерін табу, түрлі читтардан қорғау. Енді біреулер біздің ойынды сындырған немесе жыламай еткенін қаламаймыз ғой. Секілді тақырыптарды қозғаймыз. Ойын деген не? Ойын дегеніміз ләззат алудың тағы бір жолы деп айтсақ болады. Себебі әуені, суреттемесі, оқиғасы, орысша айтқанда музыка, графика, сюжет бәрі бір нүктеде түйісіп қатар жүрсе, онда сенің ойынды шықпай ойнайды. Егер көпшілік қабылдаса, онда түрлі блогерлер сіздің ойыныңыз туралы түсіре бастайды. Gameplay, let's play деген осы. Game, let's деген кел ойнайық секілді түбірлерден алынған болатын. Жай Clash of Clans ойынын мысалға алайық. Оны түсіретін блогерлар жетерлік. Қалаған тіліңізде көрсеңіз болады. Жай ғана YouTubeға өзіңіздің Clash of Clans мысалға жазсаңыз түрлі шығады. Суреттемесі жағынан екіге бөлінеді. 2D және 3D болып. D деген бұл ағылшын сөзі dimension, демек кеңістік дегенді білдіреді. Тақырыпқа кішкене тоқтала кетейін. Тек қана 2 өлшем, демек ұзындығы мен ені ғана болса, онда ол 2D. Ал 3 ұзындығы, ені және биіктігі болса, онда ол 3D. Міне бізде 4 бұрыш берілген. Енді осыны 2D-дан 3D-ға айналдыру үшін жай ғана тағы да осындай 4 бұрышты тағы сызып, екеуінің бұрыштарын қосамыз. Сөйтіп 3D шыға келеді. Егер осыны қайталай берсек, 4D, 5D кете береді. Ал мен тақырыптан ауытқымайын. Пиксельдер фильмін көрсеңіз, ондағы ойындарының барлығын 2D-ға жатқызсақ болады. Ең танымал 2D ойындар Mario, Donkey Kong, Doodle Jump және тағы басқа ойындарды ойын автоматтарында ойнаған. Екінші айтқым келетін жайт, ол барлық ойынның ішіндегі заттар жай ғана қабық, немесе орыс тілінде оболочка. Демек, ішінде оның атом да жоқ, тіпті қаңқасы да жоқ. Мысал ретінде Counter-Strike Global Offensive ойынын алдым. Қысқаша CSGO. Ол ойында біз ойыншылардың денесіне өткенде, ойыншылардың іші бос, сырты жай ғана қабық екенін байқай аламыз. Немесе картаның астынан қарасақ, онда карта ештеңенің үстінде қалқып тұрған төсеніш деп алсақ болады. Бұл неге деп сұрақ қоярсыздар бәлкім. Себебі біздің процессорлар әр атомды есептейтін қуаты жоқ. Немесе қарапайым оптимизациялық тәсіл ойынды барынша жеңілдетеді. Әйтпесе әлсіз компьютерлар ойынды көтере алмайды. Тағы бір оптимизациялық тәсіл. Ол ойыншыға қарай бейімделу. Бұл қалай? GTA ойынына мысал. Егер ойыншы Тараз қаласында болса, онда басқа қалалы аймақтарда жан жоқ. Егер Алматы қаласына барса ғана, Алматы қаласына жан бітеді. Онымен қоса, ойыншының маңдай жағы ғана суреттеледі. Ал артқы жағы, жан жағы суреттелмейді, пассив күйінде қала береді. Себебі ойыншы тек алды жағымен әрекет жасайды. Сонда басқа керек емес бөліктерді суреттеудің не керегі бар? Ойынның басқа бөліктеріне жамып тұру үшін жай ғана сол жаққа бұрылып қарау керек. Қалаға алыстан қарасақ, бәлкім менің сөзіме сенбейтін шығарсыздар. Себебі қараңыздар, тіршілік қайнап жатыр. Бірақ бұның бәрі қайттан иллюзия, көзбояушылық. Егер жаңағы айтқандай жақындап барсаңыз, онда сол кезде ғана осының бәрі анығырақ көрінеді. Ал басқа жерлер пассив болып тұрады. Түсінікті, енді жасанды сана туралы айтайық. Біз білетін ойындағы боттар шын мәнісінде жасанды сананың маңынан да жуымайды. Себебі жасанды сана дегеніміз өзінің қатесі арқылы жұмысын жақсартады. Ал бұл боттардың ондай қабілеті жоқ. Бұлардың бағдарламасында тек көрсең ат қана. Әрине қиындық деңгейіне байланысты әрбір ойыншы оқ жарақаттайды деп түрленеді. Бірақ ол сізді зерттеп, анализ жасап, келесі жолы ұтатындай амал жасамайды. Мысалы қарапайым шахмат. Алайда мұнда да өзінің ерекшеліктері бар. Мысалы Dota 2-дегі OpenAI. Ашып айтқанда Open Artificial Intelligence. Аударылғанда ашық жасанды сана. Ол 2018 жылы халықаралық сайыста Dota-ның ең мықты деген ойыншыларын жықты. Бірақ бұл жағдайда біз жасанды сананы ойыншы қатарына жатқызамыз. Себебі ол өзінің қарсыластарының ойынын көріп, зерттеп, әлсіз жерлерін тауып жеңіске жетті. Ал егер сені жасанды сана тақырыбы қызықтырса,
онда менің осыған арналған бөлек бір видеом бар. Сілтемесі осы видеоның астында. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын айтылған ақпаратты қорытуға 10 секунд. Сонымен ойын жасау арқылы компаниялар қалай ақша табады? Әр компаниялар әртүрлі жолмен ақша табады. Кейбір компаниялар өзінің ойынын тұрақты бағасымен ақылы қылса, ал кейбір компаниялар оны тегін, бірақ ойынның ішінде түрлі заттар сатып алатын мүмкіндіктер қосады. Ақылы ойындарды сатудан табысқа жеткен ол Rockstar Games компаниясы. Ең әйгілі туындысы Grand Theft Auto 5 немесе GTA 5. Ойын шыққаннан бастап, оның 65 миллион көшірмесі дүние жүзіне тарап кетті. Ал ойынның өзі компанияға 80 миллион ақш доллар таза табыс алып келді. GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, жалпы GTA ойын сериясы әлде қашан брендке айналып кеткен. Адамдар ойынды сатып алар кезде мен артық төлеп жатырмын ба деген ой бастарына қонбайды. Себебі бұл бренд. Бұл ойын ақылы жағдай. Енді ойын тегін жағдайды қарастырайық. Көбінесе ондай ойындардың ішінде не жарнама болады, немесе ойындардың ішінде арнайы заттар болады. Сол арқылы сен өзіңді күшті және де мықты ете алатындай. Ал ол заттар әрине ақылы болады. Сондай ойындардың бірі Supercell компаниясы ұсынып отқан Clash of Clans ойыны. Әрине оның басқа да Boom Beach, Hay Day, жаңадан шыққан Clash Royale ойындары бар, бірақ Clash of Clans ойыны оларға ең көп табыс алып келген. 5 миллион доллар. Ал осы екі тізімге бірден кірген ойын ол Counter-Strike Global Offensive немесе CSGO ойыны. Ол әрі ақылы 10 доллар, әрі оның ішінде түрлі заттар сатып алуға болады. Әрине ойын шутер болғандықтан, оның ішінде көбінесе мылтық, пистолет және де түрлі пышақтар сатып алсақ болады. Сол жерде тіпті осы ойынның өзінен 10 есе, 100 есе қымбат заттар да бар. Ойындағы виртуалды суық қарудың қаншалықты қымбат екенін білу үшін жай ғана YouTube'та Whipple Dragon Lore немесе Whipple нож, енді қазақша шықпайды ғой, секілді реакцияларды көріңіздер, сөйтіп өздері бағаларын айтады, сонда қуанған түрлерінен сіз оның қаншалықты қымбат екенін сезсеңіз болады. Right here, the red, it's just gonna slow and it's gonna stop right on the yellow line. Алайда бұл видеода оған қалаған қымбат зат емес, басқа арзан зат түсіп қалды. Сол үшін ол мұңайып жатыр. Видеоның соңына қарай сізге кішігірім үй жұмысын бергім келеді. Егер сіз шынымен де өз ойыныңызды жасағыңыз келсе, онда қазірден бастап өзіңіздің тобыңызды іздей беріңіз. Себебі өзіңіз ғана сол ойынды жасау ауыр әрі қиын келеді. Тарихта болған жалғыз өзі отырып ойын жасаған адамдар, мысалға Minecraft. Бірақ сонда да тобыңыз болса, сіз берілген тапсырманы бөліп алып, әркім тек қана өзінің ісімен айналысады. Әрине бұл өте ұтымды уақыт жағынан, бірақ кейін ақшаны жұмысқа қарай бөлісесіздер. Сонымен, мысалға сіз сурет саламайсыз, бірақ ойынның суреттемесі онша емес болғанын да қаламайсыз. Сол үшін сізге суретші жалдау керек болады. Ол сізге әдемілеп тұрып ойынның суретін салып береді, кейіннен өзіңіз де қуанып қалатындай. Онымен қоса музыка, түрлі факторлар топтың жинауына әсер етеді. Сондықтан да топ ешқашанда сізге кедергі болмайды. Мақал, бірлік болса тірлік болады. Ал осы жерден мен сізбен қоштасам. Келесі бөлімдерден бастап біз өз ойынымызды жасай бастаймыз. Оларға сілтемені сіз осы видеоның түсініктемесінен таба аласыз. Егер видео ұнаса, сенен жоғарғы қараған бас бармақ немесе лайк. Ал егер басқа да қызықты видеоларды қаласаң, онда каналға жазыл да көре бер. Сау бол!